Құрметті көрермен, біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетсек, тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Тікелей эфир номері 33-90-35. Егер де қызықтырған сауалдарыңыз немесе құттықтауларыңыз болса, бізге хабарласуға мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы бағдарлама барысында өздеріңізге тағы да бір қайтала айта кеткіміз келеді. Қазіргі таңда елімізде Таза Қазақстан акциясы ұйымдастырылуда. Бүгіннің өзінде жастар бастамаларын дамыту орталығы бірнеше жоба ұйымдастырып, осы акцияға атсалысуда. Олардың қатарында біргеміз атты волонтерлер тобы да бар. Дәл қазір осы акция тақырыбында біз сұхбатпен бағдарламамызды бастамақпыз. Ендеше қонақтарымызды таныстырып өтсек? Бүгін студиямыздың қонақтары Арман Искаков және Фатима Сейткаримова, осы біргеміз волонтерлік ұйымның белсенді мүшелері. Эко-десант жобасы аясында, яғни бүгін ұйымдастырылатын жоба аясында өздеріңізбен сұхбат құратын боламыз. Жалпы таңдарыңыз қалай атуда, көңіліңіз қалай? Қош келдіңіздер. Таң жақсатты, жақсы көңіл күймен, biraz қобалжу бар енді. Қобалжу бар. Қобалжу бар. Тамаша. Жалпы енді қобалжусыз болмайды деп айтып жатамыз. Сондықтан да бүгінгі сұхбатымыз өте қызықты және пайдалы ақпараттарға толы болады деген сенімдеміз. Енді алдымен осы бір Таза Қазақстан акциясы аясында өтіп жатқан эко-десант акциясы жайлы сөз қозғап өтсек, қандай акция және қанша мүшесі бар деген секілді. Өздеріңіз баяндап өтсеңіздер. Эко-десант акциясы бұл Таза Қазақстан акциясы сияқты екеуінің нелері Айырмашылығы, екі акцияның айырмашылықтары мүлдем жоқ, себебі екі акцияда олардың міндеттері бір, біздің Қазақстанымызды қоқыстардан тазалау және де еліміздің деңгейін жоғары көтеру. Ең бір қажетті басты мақсат деп айтуға болады. Басты мақсаттардың бірі. Маған бір қызық болып тұрғаны эко-десант. Не себепті олай қойдыңыздар? Бұл бір арнайы себебі бар ма? Өйткені жастардың идеясы тың деп айтып жатамыз ғой. Өте бір ерекше жаққан үлет, сондықтан да бір себебі бар шығар, сол туралы айта кетсеңіздер. Айтқаншылық бірде бұл. Эко-десант негізінде білмеймін, менің ойымша эко-десант деп бұл экологиялық осы табиғатты сақтайтын әскерлер дегенде сияқты. Табиғат қорғаушылары деген секілді мағынада алып тұрсыз ғой, керемет. Енді өздеріңізді айтып өтсеңіздер, осы бір табиғатқа қорғау жасау үшін, табиғатты тазарту үшін көптеген акциялар қазіргі кезде жүргізіліп жатыр. Бұндай акциялар негізінен біздің еріктілерімізге, я болмаса жастарымызға қандай бір өзінің әсерін және пайдасын береді деп ойлайсыздар? Тазалық береді. Тазалық, бірінші кезекте ойланып. Байқасам өздеріңіз осы біргеміз волонтерлық ұйымға қосылғандарыңызға біраз болған екенсіз. Қанша жыл болды өздеріңізге? Жыл емес, 2-3 ай. 3 ай болды, не себеп болды қосылуға жалпы осы ұйымға? Ал сен айт дейші. Фатима, сен бастай. Осы ұйымға Қазақстанды тазартуға, өзі көмектесуге, сондай. Мен еріктілер қатарына негізінде былайша бірден келген жоқпын. Ең басында мен жастар бастамасы орталығында сондай бір еріктілер қатарына қосылуға болады білген жоқпын. Содан кейін менімен бірге оқитын балалар, яғни группаластары маған айтты осылай. Және де маған инстаграмдарын көрсетті. Мен сол еріктілер қатарына қосылуға ішінде желание дейді ғой. Іште ниет ашылды. Осы қосылдық. Енді қазіргі кезде осы бір акция аясында атқарып жатқан жұмыстарыңызға тоқталып өтсек, қандай жұмыстар атқарылуды көздеп отырсыздар және атқарылған жұмыстар легінде баяндап өтсеңіздер? Біздің еріктілер негізінде бізде бірнеше жоба бар. Олған эко-десант жобасы да кіреді, үлкенге құрмет жобасы кіреді, волонтер тайм жобасы кіреді. Негізінде бізде жоба көп. Және сол қазіргі таңда сол жобалардың барлығы бізде айтсақ атқарылып жатыр, реализуется дейінде ғой. Тамаша. Қазір өздеріңіздің құрамдарыңызда қанша жастарымыз бар? Атсалысып, өз септігін тигізіп жатқан. Шамамен айтқанда? Шамамен 35 шығар. 35, тамаша, бұл бір жоба аясында жұмыс істеп жатқан жандарыңыз. Керемет. Бір қалыпты сан екен, керемет. Енді жалпы өздеріңіз қосылғандарыңызға 2-3 ай болған екен, дегенде көбінесе айтып жатамыз.
волонтердің бойында ерекше қасиеттерге толы болу керек деп. Иә. Иә. Ол қандай қасиеттер екен, өздеріңізден естейік. Мейірімділік. Ең басты іште ниет болу керек. Шын ниет болу керек оны істеуге. Себебі егерде ерікті оны бір через не хочу дейді ғой. Істесе ол жан тыныштығын таба алмайды да, шыны керек. Иә, сұхбатымыз өрбіп, осындай бір қызықты тақырыптар аясында қызықты сұхбат құрып жатқанымыз үшін. Бірақ біздің эфирімізде енді үзіліске де кезек берсек, құрметті көрермен, аздаған үзілістен кейін осы бір тақырып аясында сұхбатымызды ары қарай жалғастыратын боламыз, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар дегіміз келеді. Арна қосылу болсын. Бағдарламамызды жалғастырайық. Тікелей эфирдеміз. Аймақтың бас арнасында жаңа күн ақпараттық сазды бағдарламасы Таза Қазақстан акциясы жайында дәл қазір жастарымызбен сұхбат құрудамыз. Енді жалғастырайық. Өздеріңіздің біргеміз атты ұйымдарыңыз туралы айта кетсеңіздер, жақында ғана үлкенге құрмет атты үлкен, ерекше және қажетті акциялардың бірі ұйымдастырылған екен. Енді сол жайында сұхбат сұрасақ, қалай өтті, қандай әсер алдыңыздар өздеріңіз, қандай шаралар ұйымдастырылды осы бағытта? Фатима, микрофонсыз айта берсеңіз болады. Микрофонсыз? Бізде кеше ғана үлкенге құрмет өтті. Біз қарттар үйіне бардық. Сол кезде біз квест өттік. Сен айта бер. Кеше біз қарттар үйіне бардық. Қарттар үйінде әдейі бізге арнап, бұлар квест ойын дайындады. Яғни бізде бір қанша ерікті барды? 10 шақырым. 10 шақты ерікті? Аз, иә. Жоқ, кеше біз неше бір 6 еріктілі барды. Өте бір ерекше өткен сияқты осыған қарадым. Бір 6 ерікті барды. Және де 2 топқа бөліндік та, осындай квест ойын әдейі бізге арнап, квест ойынын олар дайындап қойған. Қандай ойын? Қандай сайыстар? Қандай сайыстар болды? Загадка болды, сұрақтар болды. Көбінесе біз сұрақтарға жауап бердік, олар бір сол жауап қай жерде екенін бізге көмектесіп отырды. Біз білмейміз ғой, планировка дегендей. Жалпы өздеріңіз үшін қандай бір ерекше сәттермен бөлісіп айта кетер едіңіздер? Қандай бір кездері көбірек ұнаған еді, қызықтырақ өтті деген секілді? Би билегенде. Осы квесттен кейін қарттар ұйымдастырылды. Иә, би кеш ұйымдастырылды кеше. Қарттар және еріктілерге арналған. Иә. Керемет. Біз олармен бірге флешмоб биледік. Флешмоб өте қызықты болған секілді, иә? Тамаша. Жалпы бағдарлама барысында өздеріңізге осындай акциялар туралы, осы волонтерлік ұйым туралы сұрақтарды қойып жатырмыз ғой, жаудырып. Дегенде айта кетсеңіздер, қазіргі таңда өздеріңіз студентсіздер ме, әлде мектеп алды оқушыларсыздар ма? Жалпы қазіргі таңда ерікті болам, волонтер болам деген жастарға қандай мүмкіндіктер бар? Мектеп оқыса да қосылуға мүмкіндіктер бар ма олардың? Иә. Өйткені мен қазір 9 сынып оқимын, оқушысымын. Еріктілер қатарына қосылдым. Өте көңілді. Ең бастысы пайдалы. Иә, ең бастысы пайдалы, және де барлығы тату өзіміз. Керемет. Ал студенттер үшін? Студенттер үшін енді біраз қиындау болады, себебі мен қазір ерікті болуға және оқуға осындай бір уақыт дейді ғой, уақыт бөлуге тырысам. Себебі оқу мен ерікті болу студент үшін бұл қиын нәрсе. Негізі шыны керек, оқу мен ерікті болуды былай алмастыру дегендей. Кейбір кезде уақыт болмай қалады дегендей осылай. Сіздердің қатарларыңызға қосылғысы келетін жастарға қандай бір кеңес бересіздер? Неден бастау керек? Қандай мақсаттарды бағындыру керек? Егер ең бастысы ниет болса, болды. Ниет болса, болды. Қатысам, жасайым, істеймін. Қатысам деген. Иә, енді қазіргі кезде көптеген осы студенттер, оқушылар ерікті болып жатады, бірақ та басқа да қызығушылықтары болып жатады. Осы бойынша да бөлісіп өтсеңіздер, осы бір волонтерлықтан басқа қандай да бір тағы да қызығушылықтарыңыз бар екен? Хоббиларыңыз мүмкін бар шығар? Фатима, давай. Волонтер таймда біз велосипедте катенеміз былай. Бізде өзіміз велосипедтеріміз бар.
және де тағы да киновечер сияқты бағдарламалар. Және де лагерь бар. Керемет. Лагерьде волонтерларға арналған? Иә, волонтерларға. 3 күн лагерьде Баянауылда. Тамаша. Шынымен өте қызық екен, өзім де барғым келіп жаз айларында таптырмас уақыт өткізу ғой? Иә, волонтерлар тек қана табиғатқа көмектесіп қана қоймай, олардың одан кейінгі кезде олардың өздеріне де бір керемет қызықты күндерді бастан кешіреді екенсіздер. Мұның барлығы өте керемет деп ойлаймыз. Ал Арман, өзіңде қандай өнер бар? Мен өзім оқитын жерімде жүргізуші боламын. Шыны керек, сосын өзінің студ парламентті былай бастық деуге болады. Основатель деймін ба, неге. Тамаша. Жалпы болашақта өзің қандай мамандық иесі боласың? Негізінде сіздер сияқты журналист болған келіп тұр, негізінде бастық болған осындай ниет. Не повезло, не фартануло. Ал қазір қандай бір мақсат бар ма? Мақсат ба, қазір еріктілер қатарында ары қарай болу, және де өзімді оқуымда жақсарту. Тек қана алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіз дегіміз келеді. Ал Фатима, өзің болашақта қандай маман иесі болған келеді? Мінекей 9-шы сыныпты оқып жатырсың, е? Аяқтадың ба, әлде оқып жатырсың ба? Жоқ, оқып жатырмын. Оқып жатырсың, е? 9-шы сыныптан кейін медикқа барғым келеді. Медицина қызметкері. Тамаша, бәрекелді. Қазір осы жастардың алға қойған мамандық иелері өте бір ерекше, қазір кәдімгідей әдемілеп мақсат қойып жатады. Медицина саласында, осындай бағытта, IT саласында деп. Бұрынғы мысалы, қандай да бір уақыттарда балалар болатын. Өскенде кім болсын деген кезде ғарышкер болам, ұшқыш болам деп. Тіпті дүкенші болам дейтіндер де болатын. Мысалы мен өзім дүкенші болам деп айтатынмын. Тамаша. Жалпы бағдарлама барысында мінекей осы Таза Қазақстан акциясына қайта оралсақ, бұл акция еліміздің біраз аймақтарында ұйымдастырылып жатыр. Жалпы экодесант жобасы аясында не ұйымдастырылады, қандай көшелерге шығасыздар, сол туралы өздеріңіз бөлісе кетсеңіздер. Айтасың ба? Өзің айта бер. Арман жақсы бала екен, кәдімгідей Фатимаға кезек беріп сұрап, сен айтасың ба деп. Ал. Экодесант жобасы. Бұл жоба біз айтып өткендей, біз көшелерді тазалаймыз. Ал нақты қандай көше екені белгісіз? Ол белгісіз. Бұл таңдаймыз сол көшелерді. Яғни бізде загрязнение дейді ғой. Қай көше көбірек лас, сол жаққа барып біз жинаймыз. Вот, содан кейін тағы не айтып кетсем болады осы жоба бойынша. Бірнеше күн бұрын біз орманға бардық. Орманда да орманға келді. Сонда біз тазалық жұмыстарды өткізіп, және де қалай загрязнение айтсам болады, иә? Загрязнение ол пляж жақта болды. Әсіресе, өйткені адамдар серуендеп, немесе же пикник сияқты несерден отырып өзінің таза болмайды. Сондықтан қымбатты көрермен, құлақтарыңызға алтын сырға, шаһарымыздың табиғаты, өзіміздің табиғатымыз жүрген жерімізде таза ұстайық, қоқысты бет алды лақтырмайды, барлығын орынды жинап кетуге тырысайық. Иә, өте дұрыс айтасың. Яғни қазіргі кезде осындай еріктілер сіздердің мүмкін ұмытып кеткен қоқыстарыңызды тазалап, табиғатымызға деген бір үлесін қосып жатыр. Осы бір жұмыстарыңыз үшін сіздерге де бір алғыс дейміз. Жалпы енді осы біргеміз волонтерлық жобасы туралы айта кетсеңіздер, келіп қосылғысы келетін жастар қалай келе алады? Енді бұл еріктілер ұйымы арнайы осындай пайдалы игі істермен айналысатын, оларға қандай мүмкіндіктер бар қосылу үшін, қайда бару керек? Осы жастар орталығына барып жүгінуге мүмкіндіктері бар ма? Бізде аккаунт бар, Серми, Инстаграмда. Сол жазып тіркеледі. Әлеуметтік желі арқылы мүмкіндік бар, иә, тіркелуге? Керемет. Тамаша. Қазірдің өзінде қызығушылық білдіріп, қосылам деген жандардың саны көбейіп жатыр ма? Иә, шүкір күннен күнге көбейіп жатыр. Күн сайын қосылып жатады жаңа қатысушылар? Иә, күн сайын қосылып жатады. Негізі сіздер қандай жастан бастап осы бір еріктілер қатарына аласыздар? 15 жастан бастап. 15-те. 12-ден деді. Тамаша. 12-ден. Жалпы қандай жаста болмасын, егер ниет болса, әрине. барлық. Табиғатқа көмектесуге деген өздерінің махаббаттары болатын болса, әр адам осы бір іспен айналыса алады деген ойдамыз. Тамаша. Жалпы бағдарлама барысында өздеріңіздің
қызықты деректеріңізді, пайдалы ақпараттарыңызды ұсынып жатырмыз. Алғыс білдіреміз. Алтын уақытты бөліп студияға келгендеріңізге. Жұмыстарыңызға сәттілік, және бүгін ұйымдастырылатын экодесант жобасын ойдағыдай атқарып, шынымен де игі істің беделін барша тұрғындарға көрсетіңіздер дегіміз келеді. Енді осы тұста бізді көріп отырған көрермендерімізге немесе өздеріңіздің достарыңызға деген мүмкін сәлемдеме тілектеріңіз бар шығар. Жылы лебіздеріңізді білдіріп өтсеңіздер болады. Ал Фатима. Осы көріп жатқан көрермендеріме сәлем айтамын. Ата-аналарыма, достарыма болды. Арман. Үйдегілері ата-аналарыма, ата-әжелеріме, достарыма сәлем айтамын. Жанымда сәлем. Әлбек, салам алейкум. Тамаша. Сәлем ерекше екен. Өте керемет. Ал біз болсақ бағдарламамызды жалғастырайық, қымбатты көрермен. Тағы да айта кетейік, елімізде Таза Қазақстан акциясы ұйымдастырылуда. Баршамыз бұл акцияға үлес қосаламыз. Дәл қазір мінекей сұхбатта болған ерікті жастарымыздай осындай еріктілер ұйымдарына қосылуға мүмкіндіктеріңізде бар. Құрметті көрермен, табиғатымызды қорғай жүрейік дегіміз келеді. Себебі табиғат бұл біздің екінші анамыз десек те болады. Ендеше сұхбатымызды ары қарай, эфирімізді ары қарай жалғастыру үшін аздаған бір үзіліске көңіл бөлсек. Осы орайда айта кеткен жөн, біздің әлеуметтік желілеріміз жұмыс жасайды, оны дәл қазір экранның шетінен де көре аласыздар. Ол жаққа түрлі құттықтауларыңызды жіберсеңіздер болады. Осы жаңа күн арқылы жақындарыңызды, іні бауырларыңызды құттықтауға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді дәл қазір біздің WhatsApp желімізге де бір құттықтау келіп түсті. Ендеше көрермендерімізге оқып берейік. Оқып берейік. Бүгін Гүлсім Джубатова есімді көрерменіміздің туған күні, құттықтауды білдіріп, Капаевтар отбасы құттықтау білдірген екен. Ендеше Гүлсім ханым, дәл қазір біздің эфирімізді көріп жатсаңыз, жаңа жасыңыз құтты болсын, бар жақсылықты, бар шаттықты, бар мейірімді тілейміз. Әрқашан күлімдеп жүріңіз. Дәл қазір жаңа күнді көріп отырсаңыз, бар жақсылықты, арманын, асуын барлығын өзіңізге тілейміз. Осы бір атаулы мерекеңізде тек қана жүзіңізден күлкі кетпесін, және ол үшін біз сізге өзіміздің әуезді әнімізді ұсынғымыз келіп отыр. Ендеше кезекті әуезді әнге берейік. Құлақтан кіріп бойда алар, әуезді әннің реті өздеріңізге.